Курс оқы дейді. Осы курс оқу керек па? Ол қандай мақсатта керек? Кімге қандай курс керек? Осы сұрақты сұрасақ, әрине ол күлкілі естіледі. Енді курс оқу керек па десек, бәріміз айтамыз. Я, керек. Ол пайдалы. Ол бізге керек зат деп ойлаймыз. Айтпақшы, сіз соңғы қандай курсты оқыдыңыз? Сондай-ақ біз курс оқу барысында біз ұстаздар көбінде әдістемелік курсты оқуымыз келе ме, жоқ стратегиялық курстарды оқуымыз келе ме деген сұрақтарға кеп тоқталамыз. Ал осы курстарды оқу барлығына бірдей мүмкіндік тудыра бермейді. Мен Бақыт Қазтаңнұр, ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығынан өз ойым бойынша курстың не үшін керек, не мақсатта оқитынымыз туралы сіздермен бөлісетін боламын. Кеттік. Бүгінгі түсірілімде курстың не үшін керек екенін, қандай мақсатта оқитынымыз туралы. Әрине, біз білеміз, курс оқуға барысында біз білімімізді арттырамыз. Біліктілігімізді өмір бойы арттыру деген мақсатымызға жетеміз. Үйрену дағдысын қалыптастыратын боламыз. Міне, осы тақырыптарда біз бірге талқылайтын боламыз. Бәріміз білетіндей, курс оқу барысында біз білімімізді арттырамыз, ойымызды шыңдаймыз, ақпарат аламыз. Курстарға бізге ұстаз ретінде көптеген курстарға қатысу керек болады, өз біліктілігімізді арттыру керек болады. Ал барлық ұстазға бірдей мүмкіндік беріле бермейді. Яғни біз мектепте жүрген кезімізде бір курсқа, өзіміз барғымыз келген курстарға бара алмаймыз да, ал барғымыз келмеген кейбір курстарға мәжбүрлі түрде барып отырамыз. Ал ол курс сізге керек па, керек емес па, оны талдап жататын кездерде болмайды. Ал бізде осы курстарды онлайн оқу кезінде көптеген пайдасы бар. Сіз ол жерде синтездей аласыз, анализ жасай аласыз, сонымен қатар өзіңізге керекті, нақты керек болған курсты таңдап оқи аласыз. Онлайн курстың ең бір ерекшелігі сол, уақытыңды үнемдей аласың. Сонымен қатар өзіңе керекті мәліметтерді кез келген уақытта қайталап тыңдап, өзіңе түртіп алып, керекті ақпараттардың бәрін өзіңнің жадыңа сақтап отыратын боласың. Біліктілікті өмір бойы арттыру керек деген сөздерді ұстаздық жолында көбінде естіп отырамыз. Үздіксіз білімді арттырып отыру керек. Әрине, біз студент болып осы педагогика саласын таңдаған кезде студенттік шағымыз болады. Сонымен қатар бітірген соң біз жас ұстаз болып кіреміз. Сол барысында әрбір өзіміздің біліктілігіміз бен білімімізді жетілдіре отырып, біз құзыретті ұстазға айналамыз. Сонымен қатар біз тәжірибелі ұстаз боламыз. Тәжірибелі ұстаз дегеніміз ол көп білімі бар, яғни тәжірибесін басқалармен бөлісе алатын ұстаз деген сөз. Ал тәжірибелі ұстаз үнемі біліктілігін арттырып курстарынан өтіп, яғни өзінің білімін шыңдай алатын нәтижелі ұстазға алып барады. Осы нәтижелі ұстаз деп отырғанымыз, ол оқушысының жетістігін көре алатын, өздеріңіз білетіндей, өзінің іс тәжірибесімен де бөлісе алатын, өзіне керекті мағлұматтарды синтездей алатын мұғалім болып қалыптасады. Адам өзі дүниеге келгеннен бастап үздіксіз үйренуде болады. Сол үздіксіз үйренудің бір мысал, біз алғаш сәби күнімізден бастап қасық ұстауды үйрене бастаймыз. Ал қасық ұстау алғашында қатты қиын болғанмен, біраз уақыт өте келе ол бізге әдетке айналады. Яғни бізге шартты рефлексия болады. Қазір сіз қасық ұстауда ойланасыз ба? Жоқ, әрине. Қасықты ол автоматты түрде алып, өзіңіз тамағын жей беретін боласыз. Сол сияқты біз үнемі үйренетін, үздіксіз үйренетін болсақ, біз сол үйренуіміз бізге дағды болып қалыптасады. Яғни үйрену дағдысы қалыптасады. Үйрену дағдысы қалыптасу деген сөз, сіздің әдістемеңіз, стратегияңыз, оның бәрі сізге шартты рефлексия. Ол сізге табиғи түрде оқушыны оқыту барысында табиғи түрде ол сізге көмекке келеді деген сөз. Яғни сізге автомат түрде сол дағдыға айланады, қалыптасатын болады. Осы курсқа қатысудың тағы да бір пайдасы ретінде мен мынаны айтар едім. Яғни ұстаздар кәсіби даму мақсатын қояды. Біз біліктілігімізді арттыратын кезде, яғни біз бір сатыдан екінші сатыға көтерілу үшін біз кәсіби даму мақсатын қоямыз. Біз кәсіби даму мақсатты айқындау үшін біз неге ұстаз болып жүрміз және қандай ұстаз боламыз? Жаңа айтып өткендей, жас ұстаз, алдыға жылжыған ұстаз, құзыретті ұстаз, тәжірибелі ұстаз, нәтижелі ұстаз деңгейіне жету үшін біз
аттестациядан өту барысында, яғни біз өзіміздің біліктілігімізді арттыру барысында біз үнемі үйреніп, іздену арқасында біз сол дәрежеге, яғни сол сатыға жететін боламыз. Кәсіби даму мақсатымызды айқындағаннан кейін біз үнемі біліктілік курстарына қатысып, өзіміздің білімімізді жетілдіріп, яғни өзіңізге керекті ақпаратты алу барысында, Лейзер айтқандай, бізде дамудың 3 кезеңі бар. Яғни бізде алғашқы сыртқы қолдау, әрине ол студенттік шақта болсын, жас ма ұстаз болған кезде ол өте маңызды болады. Екінші кезең өтпелі кезең. Осы бір кезеңнен екінші кезеңге өту, яғни кәсіби даму мақсатыңызға байланысты бір белгілі бір өзіңіздің деңгейіңізден одан да жоғары бір деңгейге өту барысы деп аталады. Сонымен қатар соңғы үшінші кезең өзін-өзі басқару. Осы өзін-өзі басқару кезеңінде біздің онлайн курстар өте көп көмегін алып келеді. Яғни сіз өзіңізге не керек екенін айқындап, кәсіби даму мақсатыңызды нақты, смарт мақсат болып қойып алсаңыз, сол мақсатқа жету барысында сізге көмектесетін әдістемелік па, стратегиялық па, жоқ сізге пәндік үйрету дағдысы ма, қандай курстар керек екенін өзіңіз таңдап көріп алатын болсыз. Осы курстардың таңдауға сізге көмекке келетін әрине біздің ұстаз тілегі ғылыми-әдістемелік орталығындағы курстардың тізіміне қарап көрсеңіз, өзіңізге керекті курстар тізімімен танысып, өзіңізге керекті ақпараттарды, яғни өзіңізге керек болған курстарды таңдап ала аласыз. Сонымен өзіңізге осы кәсіби даму мақсатын айқындап алған әрбір ұстазға кәсіби жетілу керек. Яғни кәсіби жетілу кезінде өзіңіздің сатыңызды нәтижелі ұстазға жеткізу үшін түртіп алу, ойлану, соны қолдану. Яғни сол тәжірибелеріңізбен өзіңіз кәсіби жетістікке жететін болсаңыз, әрине бұл курстың пайдасы болмай ма? Өзіңіздің кәсіби деңгейіңіздің бір деңгейден екінші деңгейге жетуін көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Сіз ұстаз шеберсіз. Басқаларға қазір жас маман болуыңыз мүмкін, немесе орта деңгейде құзыретті, немесе тәжірибелі мұғалімсіз. Бірақ сіз өзіңіздің шебер деңгейіндегі ұстазбын деп елестетіп көріңізші, немесе қазір шебер күйінде болсаңыз да, біліктілігіңізді өмір бойы арттыру керек деген стратегиядан таймауымыз керек. Біз жаңағы қайталап айтам, өмірге келгенде біз үнемі үйренудеміз, әлі де үйренудеміз. Яғни қарапайым қасық ұстаудан бастап үйренген екенбіз, ары қарай біз жақсы ойлауды, жақсы өмір сүруді, кереметтей бір өзімізге орта жаратуды үйренеміз, ойланамыз. Сол сияқты ұстаздарымыз да нәтижелі, тәжірибелі, керемет, құзыретті мұғалім болуды әрқайсысы ұстаз армандайды. Және сондай кәсіби жетістікке жетуге алға мақсат қояды. Осы мақсаттарға жетуге курстар өз көмегін алып келеді. Бізге осы кәсіби дамуымызға жету үшін сенімділік керек. Зейінімізді шоғырландыруымыз, сараптай білу қабілетіміз керек. Сараптай білу үшін әрине біз өзімізге керек тізімімізді, мақсатымызды, жоспарымызды жазып алуымыз керек. Курсты оқу кезінде сіз өзіңізге керек деген бірнеше курс тізімін жазып алыңыз. Сол курстарды біздің ұстаз тілегі ғылыми-әдістемелік орталығын іздеп көріңіз. Сіз өзіңізге керегін тауып алуыңыз мүмкін. Біз кәсіби даму мақсатын қойған кезде, қысқа мерзім жоспар жазған кезде біз оқушыға қарай бағыттаймыз. Оның оқу дағдысын қалыптастыруымыз керек. Бізге соңғы кезде 130-ші бұйрықта айтып өткендей, біз оқу құндылығын, бізге керекті осы оқу барысында стратегиялар мен әдістерді көбірек қолдануымызды талап етіп жатыр. Ұстаз тілегі ғылыми-әдістемелік орталық осы қысқа мерзімді жоспарды да сіздерге ұсынып отыр. Ол жерде презентациясы, керекті материалдары, және сізге керекті қысқа мерзімді жоспардың толық нұсқасы бар. Осы арқылы да біз көптеген курстардан өткен болатынбыз. Қысқа мерзімді жоспарларды қалай жасау керек, оны қалай жасаймыз, оның қадамдары қалай болу керек. Бәрімізге қиыншылық тудыратыны сол, бізге оқушыны қалай дамытамыз. Ол барлығы біздің жоспарымызда тұру керек. Әрине, жоспар дейміз. Жоспар дегеніміз ең әдемі жоспар ол жүзеге асқан жоспар болады. Жүзеге асқан жоспар болу үшін біз өзіміздің зейінімізді ашатын, сенімділігімізді арттыратын, сараптама жасай алатын курстар бізге көмектеседі. Яғни өзіңізге керекті ақпараттарды жан-жақтан қарастыра отырып, өзіңізге деген ұстаным қалыптастыра алатын боласыз. Ұстаз тілегі ғылыми-әдістемелігі ұйымдастырып жатқан
қысқа мерзімді жоспарларды, сонымен қатар курстарды мен сілтемеде қалдырып кететін боламын. Сол жерден сіздер нақты толық ақпараттарды көріп алатын боласыздар. Сонымен қатар сіздерге қандай курстар керек, сіздерді қандай тақырыптар қызықтырады, сол жөнінде де өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізге болады. Сіз қалай ойлайсыз? Курс тағы да не үшін керек? Қандай курс керек? Мақсатыңыз қандай? Онымен де бөлісіп өтулеріңізге болады. Бәріміз осы мақсатта жұмыс жасайтын болсақ, өзіміз республикамыздағы біліміміздің, біліктілігіміздің артып, кемелді, кемеңгер мемлекет болатынымызға мен сенемін. Бұл бізде алғашқы жоба болғандықтан сіздерден көптеген қолдау күтеміз. Осы біздің каналымызға жазылып, лайктарыңызды аямайды деген сенімдемін.